Құрметті отандастар, уақыттарыңыз болса, Джордж Оуэлл деген жазушының 1984 деген шығармасы бар, оқып шықсаңыздар болады. Сол шығарманың ішінде суреттелген құлдық қоғамның заманауи дамыған үлгісін Қытай баяғыдан бері жасап жатыр, соны іске асыруға тырысып жатыр. Сосын олар өздерінің қазіргі әлемді билеп отырған доллар системасынан бөлек өздерінің юань системасын құрып шықпақшы. Егер біз осы визасыз режим ары қарай жалғаса беретін болса, өкінішке орай біздің Қазақстанда сол системаның бір бөлегі болып қалуымыз әбден мүмкін. Содан кейін Қытайдың қазір бір қаласында цифрлық ақшаны сынақ ретінде іске асырып жатыр. Енді Қытайды білесіздер, ол мемлекет қатаң басқаратын, өкімет қатаң басқаратын мемлекет, жеке адамның еркіндігі өте аз. Сондықтан ол өкіметтің, биліктің күші арқылы ол цифрлық ақшаны тез арада іске асырып жіберуі мүмкін. Ол не деген сөз? Ол цифрлық бәріміздің қолымызда, бәрі ең бірінші Қытай азаматтарында әрине бәрінде цифрлық кошелек болады, ақшаларының бүкіл мал-мүлкі, ақшалары сол кошелектің ішінде болады. Банк карточкадан ешқандай ақша шықпайтын болады, олардың бәрі күшін жояды. Наличка алып жүруге болмайды. Бүкіл бәрі сол цифрлық кошелектен жүргізіледі. Бүкіл шығыс кіріс бәрі. Ол кезде ол 100% өкіметтің контролында болады. Егер сол системамен қатар қазір визасыз режимді Қытай іске асырып жатыр біздің елімізбен. Кейін сол цифрлық ақша системасы іске асатын болатын болса, онда Қытайдан келген кәсіпкерлерді Қазақстанға кейін дамуына үлес қосады деп ойлаған біздің билігіміз. Соларды біз ешқашанда оны жеке тұлға ретінде, жеке бір қаржыгер ретінде қарай алмаймыз. Өйткені ол 100% Қытай билігінің контролындағы адам. Ол Қытай үкіметінің Қазақстандағы уәкілі дей ма? Солай деп айтуға болады. Сондықтан бұның өте қауіпті нәрсе.